Қайырлы күн баршаңызға, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай жұмсақ әрі дәмді болып дайындалатын қуырдақ дайындайтын боламыз. Бұл қуырдақ жас сойылған тай етінен. Негізгі қуырдақ жаңадан сойылған мал етінен жасайтын бәріміз білеміз. Бүгінгі қуырдақ мал етінің сом етінен және қабырғасынан, өкпе, бауыр, бүйректен жасалынатын болады. Сом еттерді осылай орташа етіп турап алғанымыз дұрыс. Жеуге ыңғайлы, ал майдалап тураса кесіліп кетуі де мүмкін. Кемі 2-2,5 сағат піседі, сондықтан орташа қылып турап алыңыздар. Еттерімізді осылай турап дайындап алдық. Енді бауырды осылай жұқа пленкасынан ажыратып барып тураймын, қатты болмас үшін. Барлық етімізді дайындап турап қойдық және тазартып жуып аламыз. Бауырды бөлек ыдысқа саламыз, өйткені ол ең соңынан бөлек пісіретін боламыз. Енді кезекте бізде пиязды ірі-ірі қылып тураймын, өйткені қуырылған кезде майда болып езіліп кетпес үшін. Пиязымыз дайын. Енді картошканы да осылай ірі-ірі қылып турап аламыз. Барлық затымызды қосатын осылай дайындап қойдым. Ал дайын болсақ, бастайық. Қызып тұрған майға картошкаларымызды салып, қызартып қуырып аламыз. Егер қуырдақты сиыр етінен я болмаса қой етінен жасайтын болсаңыздар, өз іш майы я болмаса құйрық майына қуырған жөн. Мен тай еті болғандықтан аздап сұйық май пайдаландым. Міне картошкамыз қызарып пісіп дайын болды. Майдан сүзіп алып, жеке ыдысқа салып қоямыз барлығын. Енді осы қызып тұрған майымызға өкпемізді қуырып аламыз, қызартып, жақсылап қуырылу керек. Дайын болған кезде туралған еттерімізді салып, бірге қуырамыз. Еттің суы шығады, кішкене татымына қарап тұз салып, жақсылап араластырып қуырамыз және өзінің суына 1-1,5 сағат бұқтырып қоямыз. Мен біздің қуырдағымызды 1,5 сағат бұқтырдым. Осы сәтте қайта ашып, дәмдеуіштер қосамыз. Қарабұрыш, зіре, тағы да басқа дәмдеуіштер қоссаңыз болады. Мен қарабұрыш пен зіре қостым. Енді осы сәтте пиязымызды салып қуырып аламыз. Бізде қуырдағымыздың суы тартылған және өз майына пияз қызғыштау болып қызарғанға дейін қуырамыз. Баяу отта қуырған жөн. Пиязымызды қызартып қуырып алдық. Енді шамалы тәтті бұрыш салып қуыру жереміз. Жақсылап қуырып, үстіне қызартып қуырылған картошкамызды салып, сосын аздап су құясыздар. Және осы картошканы етпен 1-2 аунатып қуырып алған жөн. Өйткені картошкаға дәмдеуіштердің дәмі сіңу керек. Және бауырымызды салып, осы картошканы өзінің буына 20-25 минут бұқтырып қоямыз. Міне қуырдағымыз дайын. Енді жақсылап араластырып жеріп, табағымызға саламыз. Қуырдақ дайын, өте әдемі және уылжып жұмсақ болып пісті. Еті де, дәмі де тілі үйретін керемет қуырдақ болып шықты. Осы дайындау тәсілі ұнаса, сіздерге үйде де жасап көріңіздер. Бетіне осындай пияз, укроп және көк пияз турап сәндеулеріңізге болады. Егер сіздерге қуырдақты дайындау тәсілі ұнаса, міндетті түрде достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Ал арнама тіркелмеген болсаңыздар, осы видеоның астында подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп, қолдау көрсетіңіздер. Сіздермен қоштаспаймын. Алдағы күнде кездескенше сіздермен бірге болған мен Айнагүл. Астарыңыз дәмді болсын.